Грек жаңғағының жапырағы кальций мен фосфорға бай. Жаңғақ жапырақтарын көктемде жинаған дұрыс. Дәл осы уақыттағы жапырақ пайдалы болады. Оның құрамында А, В1, С, Е дәрумендері мен ақуыз майлар, темірмен мен магний, кальций, фосфор бар. Сонымен қатар грек жаңғағының жапырағында эфир майлары, танин мен аскорбин қышқылдары жеткілікті. Пайдалы құрамының арқасында грек жаңғағы көптеген аурулардың алдын алып, тіпті емдеуге септігін тигізеді екен. Грек жаңғағының жапырағында қабынуға қарсы, бактерияларды өлтіретін, жараны жазатын, қан тоқтататын, құртты түсіретін, иммунитетті нығайтатын әсерлері де жоқ емес. Сондай-ақ қан тамырларын кеңейтіп, жүйке жүйені тыныштандырып, несеп айдайтынын да естеріңізге саламыз. Оның құрамында кальций мен фосфор болғандықтан да өсіп келе жатқан балалардың организмі үшін де, екіқабат әйелдер үшін де өте қажет. Ендеше жаңғақ жапырақтарын, тұнбаларын дайындап, дертіме дауа табайық. Егер асқазан ішек жолдары мәселе болса, жаңғақ жапырағын кептіріп, шаймен бірге демдеп ішу керек. Мұндай шай іш қатуын болдырмай, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартып, іштегі желді шығарады.